Саған достар. Бүгін мен осындай ойынды мен сөйтіп паук сияқты ойнағым келді. Сөйтіп оны Free Fire'шіктерді көре бастадым. 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат көп информация алып кеттім. Ой, шешем деп басым ауырды. Сөйтіп дәл оны рахат дедім да тағы да ютубтар көре бердім. Бірақ басқа да ютубтарды көрдім. Фуфудан. Сөйтіп 3 күннен соң мен Фуфаны жаздырып алдым. Сөйтіп қуандым. О, шешемді. Сөйтіп кірдім. 5 жыл өткен соң. Вообще мынау 3 топас вообще маған қызғанады. Сөйтіп бұны папаға айтып едім, базар жоқ деді. Тағы 5 жыл өтті. Анау қатыным болды, анау тупой балам болды. Мен әлі ойнапты. Басым ауырды. Даже любимый ютубымды көрмеген. Даже любимый ютубымды көрмегенде. Ютубым еді, ютубым. Ошы бәрі басымның сафик болып кетті. Мен стенаны жындағын көрдім. 5 жыл осы қотақ басты ойнадым. 10 жыл. Арақ қайғырып кетті осыдан. Сөйтіп жаттым. Бір күні маған біреу келді. Мен нафик дедім да. Мынау сізге кассирка. Бұл нақ керек маған не? Маған да бұны керек емес қой. Ой, топас. Ми жоқ. Дәудек керек деп ашып қалса. Чайник. Бұл чайник не қажеті бар маған? Ішінде дәм жоқ қой. Ой, бұл маған керек емес қазір. Шықпайды. Және де бутылка шықпайды. Мен 12-ден 12 кетті. Ой, мен қандай жалқаумын деймін. Сөйтіп ютубтар көре бастадым. Төсегім жинауға еріндім. Сөйтіп жүруге де еріндім де осылай 10 минутта жете алмадым. Барлық күшімді жинадым да ютубым деп сатыға 25 минутта шығып кеттім. Айтып кеттім. Сөйтіп талып қалдым. Сөйтіп тұрдым. Сөйтіп асеге барды. Шөткі бағады. Бетімді жуашы дегендей болдым. Сөйтіп мен бетімді шая салдым. Сөйтіп қарды башты. Сөйтіп тамақ жеймін десем, оны қасықпен вилкасы жоқ. Олар менен 3 метр алыста тұрды. Мен ерінгенім соншалықты бір печенье алып телевизор көруге. Бірақ пульт алыста тұрды. Мен еріншекпін. Сондықтан жата тұруды шештім. 1 сағат, 2 сағат. Олшын. Эй, тут. Соласы. Осымен iPhone алғым келді. Бірақ оған $400,000 тұрады. Мен копилкамда ашуды жөн көрдім. Содан бұл соқпа. Дұрыстап жинау керек еді, ақшаң құртпай. 2 жыл тақпеге ғой. Сода мен таптым. Жер қазып жұмыс істейін деді. Мен жұмысына ақша брат. Мынандай жұмыстан Құдай сақтасын. Бір вайн маған хакер. Алғым келе ма? Онда сен бірінші мен заденияларды орында.
Сен үшін бір шалды өлтіруің керексің. Ол бір шал болыпты. Ол қарт 60-та болыпты. Сөйтіп огород істеп жүрген кезде баста хедшот өліп қалды. Болды, сэр, орындадым. Орындадым. Енді ақша қайда? Ақша түстің маған. Ой, біле, бұл қайсы? Тай! Айш! Мен, ойбай, Достар, Ой, кетші. Ей! Мен қатты соғынып кеттім. Сөйтіп градус сағат 70 тұрасың. Мен қатты жаурадым. Күйдім. Іштеде жылып қалдым. Сөйтіп шай қойдым. Шай 5 минуттан соң қайнады. Сөйтіп жылып қалдым да қайтадан тоңып қалдым. Сөйтіп бас киім кидім. По-любому ыстық болмады. Жол болмады да. Давай, құдайым, мынау қыс қашан кетеді дедім да. Жоғарыда аяқтарым тоңып қалды қолдарымда. Сөйтіп мен өлетін шығармын деп қорықтым. Стоп. Маған батарейка көмектесе алады ғой, мынандай батарейка, конечно. Енді кәдімгі батарейка емес. Қой. Мен үшін үйдегідей бұрындағыдай аспанға қарадым, оңға қарадым. Бұрындағыдай аяқ киім шештім. Бұрындағыдай үйге кірдім. Ондай заттар маған өте қиын болды. Сөйтіп киімді шештім. Сөйтіп бір адамдар бірнәс кальян шегіп отыр екен. Что за кальян деп ойлап қалдым. Мен де сондай алмасам десе, ақшам жоқ. Мен қатты аяқтадым. Жоқ, мен амалын табайын, былай. Осылайша, достар, мен комментіме жазып, мен бір нәрсе іздей бастадым. Сөйтіп кальян шекті. Сөйтіп іште жүрген кезде талып қалдым. Қысқасы айтқанда кальян. Қысқасы айтқанда Хэллоуин. Бүгін Хэллоуинді бір жігіті болды. Сағатты көрдім. Мен ешкімнен жоқ маска жасадым. Бірінші маған пофиг. Қолыма түскен заттарды алдым. Алма алдым. Вилка, шоколад, қыстырғыш. Тамақтың ішінде қыстырғыш істеп жүр. Пофиг. Мен әлемдегі ең ғаламшардағы жоқ маска жасадым деп ойлаймын. Сөйтіп мамам әкемді ұрады. Мам, кәмпит немесе жейсің, қолтап деймін. Бет талып қалып, сөйтіп торды басып ауырып жатты. Сөйтіп мен дәрі іштім. Пофиг деймін да, адамдарды маскамды шештім. Сөйтіп адамдардан кәмпит сұрауды шештім. Маған кәмпит бер! Шешем бермейді саған. Маған адамдар кәмпит бермеді. Маған кәмпит бер! Ана иттерді шығар, Арлон. Шешем. Мен үшін. Сонда мен баған. Ойбай, мынау кім шешем? Ойбай, қорқып кеттік қой. Сіз үйіңізді жабуыңыз керек. Ё-моё, біз помощьпысыз не? Мен не істеймін? Пофиг. Мен керекті заттарымды алдым. Сумка,
карточка, сотка, зарядка. Бірақ сотканы қалай зерттейсің, топас. В общем, дос, мен қатып қалдым. Мен ағашта тұрдым, бүкіл жерді арадым. Аяқтарым тоңып қалды, қолдарым тоңып қалды. Сөйтіп бомждар далдада қалай жылынады дедім. Олар отпен жылынады ғой дедім. Мен ағаш, печка, бәрін алып алдым да таспен ұра бердім. Бар күшіме ұрдым. 2 есе күшімен ұрдым. По-любому жанбай қойды. Сөйтіп мен өліп қалам ба деп қорқып қалдым. Сөйтіп маған досым келді. Братуха! Дос, брат! Братуха! Міне от, міне тамақ. Рахмет, брат. Қашок. Бүгін 17 ноябрь. Мен жаттығу жасадым. Сөйтіп отырдым. Инстаграмға кіріп, бір қыздың лайк бастым. Сөйтіп оған WhatsApp-қа жаздым. Привет дедім. Ол 3 сағаттан соң привет деді. Мен содан кейін оны өшіріп тастадым. Сөйтіп бір вариант келіп, сен бүгін жұлдызға сообщение жазсаң, ол саған жауап береді дедім. Сөйтіп мен кімге звондайым деп едім, досым келіп Қайрат Нұртасқа деді. Ол менің қазір досым емес дедім да. Мен в общем біреуге звондадым. Жаздым сообщение. Привет дедім. Ол маған привет дедім. Бүгін маған кез келген вариант жаза алады деп қуанып кетті. Ёшкин макарошкин дедім де, анау бір сақалы ұзынға жаздым. Бой, бүгін мен Арман орындалады. Привет, привет. Бұл менің Арманым. Бүгін 18 январь. Мен далада ұйықтап қалыптым. Мен басым ауырды. Үйге кірдім. Ноутбугымды алдым. Интернет жоқ болды екен. Мен интернет салып алдым. Сөйтіп YouTube көре бастадым. Сөйтіп өзімнің соткымды қарасам, соткым жоқ екен. Сөйтіп мен ойландым. Почему далада тұрмын? Мен қарындасымнан сұрадым, ол жоқ деді. Сөйтіп пысып кетті. Соткасы қалай жүремін деді. Мен қарды жей бастадым. 1 сағат, 2 сағат, 2 сағат барды. Мынаны өтік. Бұл не хуйня деп қалдым. Сөйтіп мына десем, бұл шиқол екен. Сонда ол автоматически қарда болса, ол бұзылып қалады. Сонда ол қарда емес, автоматически. Маяқтада ондай болуы дейді. Оң жағына қарапсам, соткым тұрген. Біткенсің ғой. Мен бүгін көрдім. Үйге ешкім жоқ екеніне қуандым да ішімнен айтып қойдым. Сөйтіп ютуберлерді қарадым. Сөйтіп маған бір сообщение келді. Привет, сен Brawl Stars деп ойнайсың ба? Чо за Brawl Stars деп қарасам, ол атақты ойын екен. Сөйтіп мен оны ойнай бастадым. Сөйтіп мен ойнай бердім. Сөйтіп мен 10 жыл ойнап атақты болып, 5 жыл атақты анандай жазым. Brawl Stars бір Blue дедім да зәрткі ашын. Зәртті болында сөйтіп сразу ойнай бастадым. Сөйтіп 1 жыл өткен соң мен атақты Brawl Stars шик болдым. Мен өте бай адам атандым. Ержан, давай, Ержан. Давай оп. Сол кезде мен тұрсам, бұл менің түсім екен. Сөйтіп мен талып қалыппын.
Достаточно видеомыз бітті. Давайте.